бүгін бізде ет асу. Ет жейміз, әрі ерекше әдіспен нарын тураймын бүгін. Арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Ерекше әдіспен нарын тура әдісін көресіздер. Сиыр еті, сәбіз, қызанақ, лавыр жапырағы, пияз, картоп барлығы қосылды, тұзымен баяу қайнап жатыр етіміз. 1 сағаттан асып қайнатамыз, жақсылап етті. Мынау қамырға міне 2 жұмыртқа қосылды, тұз және еттің сорпасы. Еттің сорпасын сапырып суытып аламыз. Қамырын осылай жасап жатырмыз. Мінекей, суығаны, енді мынау ыстық сорпамыз. Мен 2 зуал айлаймын, сол себепті сәл көптеу қылып сорпаны суытып жатырмын. Сорпаны суытып барып, осы мынау қосамыз. Ұн қосу арқылы қамыр делеміз. Сорпамыз суй береді. Біз енді мына немізге дайын сүйегімізге жұмыртқаласқан ұн салып, аса қатты демес, жұмсақ та емес етіп қамыр бастырамыз. Жобамен салдым, онда өздеріңіз көріп тұрғандай. Мен кесемен саламын, үнемі жобамен.
қамырымыз жайылған қамырды майлап өте жұқа жайлады. Майлап осылай бірнеше бөліктерге бөліп, манты варканың табақшаларына майлап салып, бетін майлап 20 минуттай буға пісіріп аламыз. Мінекей біз пышақта көріп тұрғаныңыздай бөлек-бөлек өте керемет болып шықты. Мінекей нарынымыз дайын болды, турап қойдық. Енді бұны қалай осылай үрімдей жесеңіз де, немесе сорпалап жесеңіз де бола береді. Өте керемет, дәмді, құнарлы тағам.